Елімізде алғаш рет Нұр Отан партиясының бастамасымен батыс елдерінің сайлау тәжірибесінде жүйелі түрде қолданып келе жатқандығы партиялық праймериз өткізгелі отыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы, Нұр Отан партиясының лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылы 17 тамыздан 3 қазанға дейінгі аралықта праймериз өткізу туралы қаулыға қол қойылған болатын. Праймериздің негізгі мақсаты алдағы мәжіліс пен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауына партиялық тізімдерді қалыптастыру үшін бәсекелестік негізінде жаңа көшбасшыларды анықтау. Біз қазіргі таңда ашық қоғамда өмір сүріп келеміз. Праймериздің де мақсаты ашық қоғамды қалыптастыру деп ойлаймын. Праймериз әртүрлі проблемаларды шешудің жолдары, сонымен бірге елді, қоғамды дамытуда жаңа көзқарасқа жол ашылады. Праймериз біздерге беріліп отырған мүмкіндік алаңы. Онлайн форматта партияның ашық әрі қолжетімді бола түсуіне жасалған тағы бір қадам. Әсіресе жастар үшін жақсы мүмкіндік. Елбасының тапсырмасы бойынша әрбір мәслихат пен мәжіліске арналған партиялық тізімдерде кемінде 20% 35 жасқа дейінгі жастарды қамту жоспарланып отыр. Ендеше осы жаңа бастаманы қолдай отырып, баршаларыңызды праймеризге белсенді қатысуға шақырамын.